Абайдың қара сөздері 34-ші сөзі. Жұрттың бәрі біледі, өлетұғынын және өлім үнемі қартайтып келмейтұғынын, бір алғанды қайта жібермейтұғынын. Қазақ осыған да амал жоқ нанады. Анық өз ойына, ақылына тексертіп нанбайды. Және һәммәні жаратқан Құдай бар. Ахиретте сұрау алады. Жамандыққа жазғырады, жақсылыққа жарылғайды. Жазғыруы да, жарылғауы да пенде ісіне ұқсамайды. Бегірек есепсіз қинауы да бар. Бегірек есепсіз жетістіруі де бар деп бәріне сендік дейді. Жоқ, онысына мен сенбеймін. Олар сендім десе де, анық сенген кісіге уайым ойлап не керек? Осы екеуіне лайықты жақсылықты өздері де іздеп таба береді. Егерде осы екеуіне бұлдыр сеніп отырса, онда неге сендіре аламыз? Оны қайтып түзете аламыз. Оларды мұсылман деп қалайша иманы бар ғой дейміз. Кімде-кім ахиретте де, дүниеде де қор болмаймын десе, білмек керек. Еш адамның көңілінде екі қуаныш бірдей болмайды, екі ынтық құмарлық бірдей болмайды, екі қорқыныш, екі қайғы, олар да бірдей болмайды. Мұнда екі нәрсені бірдей болады деп айтуға мүмкін емес. Олай болғанда, қай адамның көңілінде дүние қайғысы, дүние қуанышы ахирет қайғысынан, ахирет қуанышынан артық болса, мұсылман емес. Енді ойлап қарай бер, біздің қазақ та мұсылман екен. Егерде екі нәрсе кез болса, бірі ахиретке керекті, бірі осы дүниеде керекті, бірін алса, бірі тимейтұғын болса, сонда біреу ахиретке керектіні алмай, екінші бір кез келгенде алармын деп, жоқ, егер кез болмайтұғын болса, кең Құдай өзі кеңшілдікпенен кешіреді дағы. Мына кезі келіп тұрғанда, мұны жіберіп болмас деп, дүниеге керектіні алса, енді ол кісі жанын берсе, ахиретті дүниеге сатқаным жоқ деп нануға бола ма? Адам баласына адам баласының бәрі дос. Не үшін десең, дүниеде жүргенде туысың, өсуің, тойуың, ашығуың, қайғың, қазаң, дене бітімің, шыққан жерің, бармақ жерің бәрі бірдей. Ахиретке қарай өлуің, көрге кіруің, шіруің, көрден махшарда сұралуың бәрі бірдей. Екі дүниенің қайғысына, пәлесіне қаупін, екі дүниенің жақсылығына, рахатын бәрі бірдей екен. 5 күндік өмірің бар ма жоқ па? Біріне бірін қонақ екенсің, өзің дүниеге де қонақ екенсің. Біреудің білгендігіне білместігін таластырып, біреудің бағына, малына күндестік қылып, я көрсек зарлық қылып, көз алартыспақ лайық па? Тілеуді Құдайдан тілемей, пендеден тілеп, өз бетімен еңбегімді жандыр демей, пәленшінікін әпер демек, ол Құдайға айтарлық сөз бе? Құдай біреу үшін біреуге жәбір қылуына не лайығы бар? Екі ауыз сөздің басын қосарлық, не ақылы жоқ, не ғылымы жоқ бола тұра, өзімдікін жөн қыламын деп, құр ой Тәңір-ай деп таласа бергеннің несі сөз, оның несі адам?